Балаларға арналған каналға қош келдіңіздер. Бүгін балаға сандар тез әрі оңай үйретудің 2 жолын көрсететін боламын. Сізге қажетті заттар: ақпарақ, сызғыш, қайшы, қара түсті қалам және түрлі түсті фломастер. Бірінші ақпарағымызды алып, оған 14 бұрышты қағаз шығатындай етіп сызықтар сызамыз. Одан кейін оны қайшымен қиып аламыз. Сызылған қағаздарымызға түрлі түсті фломастерлермен 1-ден 10-ға дейінгі сандарды жазып шығамыз. Тұрған сандарды орындарының ауыстыру арқылы балаға ретімен орналастыруды үйретеміз. Бірінші 1-ден 10-ға дейінгі сандарды ретімен орналастырып көрсетесіз. Одан кейін барып баламен бірге жасасаңыз болады. Бұл баланың есте сақтауын жақсартады, сонымен қатар сандарды тез үйреніп алуына жақсы көмектеседі. Бұл бізде бірінші тәсіл. Үйренудің екінші тәсілі: ол үшін бізге ақпарақ, сызғыш, қара түсті қалам, сонымен қатар дайын сандар қажет болады. Ақпараққа 12 клеткадан тұратындай етіп сызықтар сызып аламыз. Әр клеткаға 1-ден 10-ға дейінгі сандарды жазып шығамыз. Яғни ретімен жазудың қажеті жоқ. Мысалға 1, одан кейін 4, 6 деген секілді орындарын ауыстырып жазып шығуымыз қажет. 10-ға дейінгі жазылған ақпарақтың үстіне дайын сандарды қойып шығамыз. Яғни осы тәсіл арқылы балаға сандар тез әрі оңай үйретуге болады. Алдағы уақытта менің каналыма көптеген пайдалы сабақтар шығып отырады. Мені жоғалтып алмас үшін лайк басып, комментарий қалдыруды, сонымен қатар каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын.